Менің отбасым. Аслан, қалыңыз қалай? Сіздің отбасыңыз үлкен бе? Сәлем, Айжан. Менің отбасым шағын. Біздің отбасымызда 4 адам бар. Әкем, шешем, інім және мен. Ата-анаңыз немен айналысады? Әкем мұғалім, ал шешем дәрігер. Олар көп уақытын жұмыста өткізеді. Бірақ демалыс күндері көп уақытты бірге өткіземіз. Ал ініңіз нешеде? Ол 8 жаста. Мектепке барады. 2-ші сыныпта оқиды. Ол өте ақылды және сурет салғанды жақсы көреді. Ал сіз отбасыңызбен бірге не істегенді ұнатасыз? Біз бірге саябаққа барамыз, кино көреміз. Кейде саяхатқа шығамыз. Демалыс күндері үйде бірге кешкі ас ішеміз. Менің отбасымда 5 адам бар. Ата-анам, ағам, әпкем, сіңілім және мен. Ағаң мен әпкең сендермен бірге тұра ма? Ағам үйленген, 2 баласы бар. Әпкем тұрмыста, ұлы бар. Келесі демалыста бірге отбасылық отырыс ұйымдастырайық. Тамаша ұсыныс.